Ассалаумағалейкум қадірменді қонақтар, бағдарламамызға қош келіпсіздер. Естеріңізде болса, 2012 жылдың шілдесінде президент жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты мақаласын жариялаған еді. Аталған мақаланың басты мақсаты елімізде халықтың да, үкіметтің де еңбекке деген көзқарасын өзгерту еді. Себебі 90 жылдардан қалған масылдық, жалқаулық, тіпті кез келген жолмен амалдап ақша табу деген түсінікте біздің қоғамда әлі жойылмағаны рас. Оған бүгінгі еңбек дауларын, төленбеген жалақыларды қосыңыз. Енді бұдан кейін біздің елде кім адал еңбекке ұмтылсын. Бірақ осыған қарамай, біздің елде еңбекті культ деңгейіне қалай көтеруге болады? Осы уақытқа дейін бізге аңыз қылып айтып келген немістің, жапонның, корейдің еңбек қорлығын, олардың сапа көрсеткішін Қазақстанға қалай енгізуге болады? Дәл осы сұрақтарға жауап іздемес бұрын, алдымен мына бір сюжетті көріп алсақ. 2012 жылдың шілде айында Қазақстан президенті жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты мақаласын жариялаған еді. Күнделікті жұмыс істеп жүрген жұрттың алғашында түсінбей қалғаны рас. Бірақ бұл мақала өткен тәжірибеден алға қойған мақсаттан туындады. Бүгінде батыс қоғамынан келген ауадан ақша табу әдісі, Кеңес одағынан қалған үкімет бізді асырау қажет деген ойлар шынайы еңбектің дәрежесін түсіріп жібергені жасырын емес. Оны 2008 жыл басталған әлемдік қаржы дағдарысы да дәлелдеп берді. Жоқ жерден акция шығарып ақша табу масылдықтың бір түрі болатын. Оған қоса сол қаржы дағдарысында алғашқы соққыға шыдамаған Грекия мен Испанияның көршілеріне қарағанда жыл 12 айда көбірек демалып, азырақ қызмет еткені кейіннен мәлім болды. Сонымен жұрт жұмыс істеу үшін екі қолға бір күрек қажет. Үкімет осы мақсатта, яғни азаматтарды жұмыспен қамту үшін жыл сайын бюджеттен 120 миллиард теңгеге жуық қаржы бөліп келеді. Ресми дерекке сенсек, қызметсіздердің саны бар болғаны 5,2%. Бұған сенетіндер де, күмән келтіретіндер де табылады. Дегенмен халыққа жұмыс табу үшін ауыл халқын орталыққа көшіру керек. Уақытша болса да жол жөндеу ісіне жегу керек дейтін министрліктің бастамаларына сын аз емес. Себебі шығыны мол әрі тым қысқа мерзімге септелген. Бірақ елбасының сол мақаладағы идеясы жаппай жұмыс ашу ғана емес, азаматтардың еңбекке ұмтылысын жандандырып, қызметкердің жағдайын жасау, бизнесін бастап, жұмыс орнын ашқан кәсіпкерлерге қолдау көрсетуде еді. Өкінішке орай президент алқалы жиындарда кәсіпкерлерді тексеру ісін азайтуды қанша тапсырса да, оларды сауын сиыр көретін мемлекеттік орган өкілдері азаяр емес. Оған қоса батыс елдеріндегідей инновациялық жобаны іске қосқан, мүгедекті жұмысқа алған, қайырымдылық, меценаттық жасаған кәсіпкерлерге жасалатын салықтық жеңілдіктер Қазақстанда көбейер емес. Кәсіпкерлерді қолдау саласы бюджеттен бөлінетін арзан несиеден әрі аса алмай отыр. Оған қоса отандық жұмысшылардың жұмыс өнімділігін есептейтін стандарттар да жетілмеді. Мәселен, Германияда қызметкер жылына 1444 сағат істесе, корейлік менеджер кеңседе 2447 сағат отырады екен. Ал қазақстандық жұмысшының көрсеткіші орта есеппен 2000 сағат. Бірақ өнімділік пен нәтиже мүлдем басқа. Сонымен жоғарыдағы іргелі идея шенеуніктердің әдемі есебімен шектеле ме, әлде экономиканы жандандырушы ойға ұласа ма? Жалпыға ортақ еңбек қоғамын мақаладан шындыққа айналдырудың жолы қандай? Төлеген мырза, енді өзіңіз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің атынан еңбек саласына жауап бересіз. Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің төрағасының орынбасарымын. Түсінікті. Енді біз осы еңбек жайлы көп айтамыз. Соңғы 22 жылда көбірек айтылды. Енді айтыңызшы, осы Еуропадағы секілді біздің елде осы еңбек стандарттары белгіленді ме? Мәселен, бір металлург, шахтер немесе бір дәрігер айына, жылына осынша сағат жұмыс істеу керек. Егер ол азайса, еңбек өнімділігі азаяды дегендей. Еңбек қатынастарының барлығы Қазақстанда еңбек кодексімен реттеледі. Ол 2007 жыл қабылданған, барлықтарыңыз білесіздер. Соның енді ең бір маңызды талабы еңбек кодексінің сол бағанағы минималды стандарттардың ең төменгі деңгейін орындату бізге. Сондықтан енді оның бірін айтатын болсақ, енді бағанағы негізгі бір аптасына әр жұмысшы, ол енді әр жұмыстың деңгейіне, ауырлығына қарай. Сондықтан енді біз жалпы ортақпен 40 сағат деп есептейміз. Жалпы бір аптаның ішінде жұмысшы 40 сағат жұмыс істеу керек. Бірақ енді жұмысшылардың ішінде бағана өзіңіз айтқан сияқты әртүрлі жұмысшылар бар, оның ішінде шахтерлар бар, оның ішінде металлургтар бар. Олардың жұмыстары
ауыр не болмаса өте ауыр санатына жатады. Сол енді өте ауыр анандай санатына жатқаннан кейін міндетті түрде олардың жұмыс уақыты әртүрлі қысқаруы болады. Енді бағанағы сіз айтқан сияқты негізгі сол бағана Европадағы ондай стандарт бізде де бар. Дәлірек айтатын болсақ, енді әңгіменің тоқетері неде отыр? Сол бағанағы еңбек қатынасы болғаннан кейін, осы мына кейінгі кездерде барлықтарыңыз білесіз, мына өзіміздің қасымыздағы мына Қарағандыдағы ArcelorMittal. Сол ArcelorMittalдың болып атқан дауы да, кәдімгі жұмысшылардың кішкене ереуілге көтерілген жағдайда, сол бағанағы адамның саны қысқартылуы. Негізгі оларда кәдімгі продукциясы да қысқарып жатыр, соған қарай, бірақ адамның саны да қысқарып жатыр. Негізі, сондықтан кәдімгі сол мәселені біз зерттеп шыққанда, осы биылғы бүгінге есептеп қарайтын болсақ, сол жаңа индустрия жаңа технология министрлігі сол 45 стандарттар, кәдімгі нормативы численности деген сондайды әзірлеп, сол нелерге ArcelorMittalға беру керек еді. Бірақ енді ол бүгінге дейін әлі толық біткен жоқ. Сондықтан жорамалмен бір 35 стандарттар уже біздің министрлікпен кәдімгі талқылаудан өтіп, олар енді согласованиядан өтіп, сөйтіп қазір жұмыс беруге берілді. Сондықтан енді бізде негізі әр салада ондай норматив жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ енді түгел барлық салада да бұл нормативтер бүгінгі күнге жасалды деп тағы да айтуға болмайды. Неге десеңіз, бұл жұмыс әлі де жалғасын табуда. Түсінікті, мейлі, рахмет. Асхат мырза, енді былай қарасаңыз, біздің елде жалпы теория бойынша да кім көбірек жұмыс істесе, мысалы зауытта болсын, кәсіпорында болсын, оның көбірек жаңағы өнімі арту керек. Нәтижесінде сондай кәсіпорындардың өнімі артса, экономика дамиды деген жалпы бір ой түсінік бар. Жалпы біздің елде сол теория жұмыс істей ме? Ол біздің экономикаға қатысты. Қалай ойлайсыз? Мысалы, сіздер жаңа басында сюжет көрсеттіңіздер, Грекияда жаңағыда ең аз жұмыс жасайтын мемлекет ретінде. Ол мемлекетте, мысалы, мен былай деп айтар едім. Егер де еңбек биржасын қарасаңыздар, сол әртүрлі ақпарат бетінен кілең шеретте тұрған адамдар. Жұмысқа көзі жоқ болып отыр қазір уақытта Грекияда. Жұмыстың көзі неге жоқ? Неге десең, мемлекет тарапынан жүйелі қолдау жоқ деген сөз. Мемлекет тарапынан біздің мемлекет сияқты әртүрлі бағдарламалар болып, ол кәсіпкерлікті қолдау болсын, ол жаңағы еңбек өнімділігін арттыру үшін істеліп отырған үкімет тарапынан қолдаулар болсын. Міне сондай бағдарламалар қабылданып жұмыс жасалатын болса, мысалы Грекияның өзінде де жұмысқа деген адамдардың саны көп, жұмыс жасаймын деген ынтасы көп. Ал енді біздің мемлекетке келетін болсақ, действительно біздің мемлекеттер жаңа сіз айтқан стандарттарында бәрі бар. Бірақ стандарт қой. Бұларда еңбектің сапасында бір жағынан айтуымыз керек. Мана сіз айтқандай, жұмыстан таңертең 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін де отыруға болады. Ол мысалы 12 сағат жұмыс жасасын, 24 сағат жұмыс жасасын, 24 сағат жұмыстап тектен-текте отырып кетуге болады. Бірақ оның пайда бар. 24 сағат кәдімгі маңдай теріңді төгіп, сығып алғандай қылып көлеңде жұмыс жасауға да болады. Әрине жаңағыдай сіз айтқан еңбек өнімділігі артса, біздің экономикамызда артады. Қарашы, осы отырған залда қазір студент балалар, осылар бітіргенде қазір не болғысы келеді? Бұлар жаңағыдай біздің нацкомпанияларда жұмыс жасағысы келеді. Бұлар жаңағыдай үлкен мұнай саласында жұмыс жасағысы келеді, банктерде жұмыс жасағысы келеді. Ал неге бұлар мен оқу бітіргеннен кейін кәсіпкерлікке барам, өзімнің еңбек көзін ашам, жұмыс көзін ашам, осындай кәсіппен жұмыс жасаймын деген ынталары жоқ. Неге жоқ деп ойлайсыз? Неге десеңіздер, біздер мектеп қабырғасынан бастап, жоғарғы оқу орындарынан бастап, осы кәсіпкерліктің орысша айтқанда азын дейді ғой, былайша айтқанда соны мынау жас өсіп келе жатырған буындарымызға, жастарымызға үйретпейміз. Оларда кәсіпкерлік деген сөз ол өзін-өзін асырау, үкіметке қарап отырмау, қол жаю. Қашан үкімет бір жұмыс орнын бізге ашып береді екен, қандай үлкен-үлкен проекттер мына өңірлерде ашылады екен деп оны күтіп отырмау керек. Енді қараңызшы, сол еңбек өнімділігі мәселесіне. Ол өте маңызды нәрсе. Жаңағыдай 24 сағат компьютердің алдында бос отыруға да болады. Бірақ 12 сағат отырып, немесе 8 сағат отырып, керемет бір жобалар жүзеге асыруға да болады. Астана қаласы бойынша кешкі сағат 9-10-да мына үкімет үйінің маңында, немесе мынау үлкен ұлттық компаниялардың маңынан өтсеңіз, жарықтың бәрі жанып тұрады. Кабинеттердің барлығында. Жанып тұрады. Бірақ одан шынында пайда бар ма?
Енді бұл арада шыны керек, қазір біздің мемлекеттік қызметкерлер алатын болсақ, қай саласында болсасын, министрліктердің шыны керек біздің осы отырған азаматтардың бәрі соны растап береді. Таңертең сағат 8-ге келгеннен кешкі сағат 10-11-ге дейін отырады. Кезінде оны біз парламенттің қабырғасында көтеріп айтқанбыз. Суббота күнде отырады, воскресенье күнде отырады. Шыны керек. Неге десең, біздің жұмыстың жасау жүйесінің өзі көп уақытта да статистикалық данныйларды сұралынады. Сосын жаңағы бізде әртүрлі иерархический, мысалы, директор департаменті, комитеттің төрағасы, басқалар бір данный керек, ол кісілер выступать ету керек, басқа бір жерге бір нәрсе ашу керек, бару керек. Соның бәріне жаңағы отделдерде, управленияларда кілең жұмыс басты бір статистикалық цифрларды жинақтау бар. Біздің жұмыстың жүйесін өзгергенде, жаңағы жұмыстың жүйесі өзгергенде барып жаңағы еңбектің сапасы артады деп мен есептеймін. Қарайшы, сол жаңағы басқаларды айтпай-ақ қойық. Бүгінде ең үлкен еңбек дауы ол жаңағы ақшасы төленбейді, басқа есептелмегенде. Ол өз жаңағы уақытының 8 сағаттан көбірек жұмыс істесе, ол өтемақысы төленуі қажет. Енді сіздің министрліктеріңізде де өз қызметкерлеріңіз көбірек жұмыс істейтін шығар сағат 11-12-ге дейін. Олардың бәрі есептеліне ме? Ол төлене ме өтемақысы? Бағана өзіңіздің айтқаныңызда өте дұрыс айттыңыз. Негізі 8 сағатта бітетін жұмыс бар. Ол енді әр адамның өзінің білімдік деңгейіне байланысты деп, мен енді ол өз пікірім, өз ойым. Сондықтан әр адамға кәдімгі енді мемлекеттік қызметшілерді ол енді бірнеңке өндіріп атқан жоқ қой. Егер бірнеңке өндіретін болса, оған айтуға болады, сен күніге бір машина шығаратын болсаң, сол сенің нормаң деп. Бұл жерде де мемлекеттік қызметтерге келетін болсақ, оның кәдімгі күнделікті өзіне кәдімгі басшысы берген тапсырмалары бар. Бірақ енді оны міндетті түрде сен сағат 10-ға шейін, 11-ге шейін қалып жұмыс істе деген ешқандай талап жоқ. Негізі сол талап жоқ екенін білеміз, бірақ іс жүзінде олар 11-12-ге дейін отыратын талай көрдік қой. 11-12-ге дейін отырғанда сол енді былай айтқанда жүктелген жұмысты сол 8 сағаттың ішінде бітіріп, міне мен бітірдім деп кететін болса, оны ешкім ұстамайды. Ол нонсенс болады, оны ешкім жұмыстан жібермейді дейсіз ғой былай жатқан кезінде. Мейлі, түсінікті. Аталған тақырыпқа қатысты көзқарасыңыз, Жангелді мырза. Бұл жерде бірінші кезекте мына аталып жатқан мақала жөнінде бір өте өзекті мәселе сырт қалып отыр. Қандай? Онда президентіміз былай дейді. Мынау осы 60-шы жылдардан басталған тұтынушылық деген пиғылға негізделген қоғам өзінің өміршең емес екендігін дәлелдеді дейді. Осы еңбек мәселесіне келгенде әсіресе мынау мерзімі жөнінде келсек. Бұл жерде Тейлордан, Фордтан асқан осы жерде ұйымдастырушы жоқ әзірге. Біздің бүкіл осы өндірістік, өнеркәсіптік тарихта. Форд былай дейді, 8-ден кейін отырса, ол айтады, бұл жұмыс істей алмайтын адам дейді. Неге? Ол өз дер кезінде, мерзімінде жұмысын бітіре алмады. Бізде басқа жағы, бізде бастығы жұмыстан жібермейді ғой. Енді мысалы, инженерді қалай тексереді? Ол ана күнде келіп тексермейді, ол инженерді 1-2 ай істегеннен кейін басқа жерге жібереді. 10 күн ол болмағанда, егер де оның ұйымдастырған дүниесі шашылып қалса, ал ол болмаса, жұмыс жүрмейтін болса, онда ол ұйымдастыра алмайтын деп есептелінеді. Сондықтан да бұл жерде ақыны төлеуде де, оны нормалауда да мерзімдік деген бар, ұғым және кесімділік деген бар. Кесімді, міне мысалы, Тейлор кесімді жалақыға көшті. Онда сен 8 сағат істейсің бе, 10 сағат істейсің бе, міне мына 6 детальды жасайсың десе, анау тез жасаса, онда айтады, одан кейінгі жасағандарыңа 2 есе ақша төлеймін дейді. Көрдіңіз бе? Сөйтіп, кесімді арқылы теріс сығып алу жүйесін жүзеге асырған. Жоқ, енді осы стандарттарды бізге енгізуге бола ма Қазақстанда? Енді бізде мына кісі айтып отырған стандарттар шын мәнісінде бұрынғы нормалау, бұрынғы кеңес дәуіріндегі соның негізінде жасалған, ал кәдімгі озық дәрежедегі стандарттар бізде жоқ. Заң жүзінде келгенде бұл кісі айтып отыр, міне стандарттар жасалған, бәрін берілген деп. Ал ол стандарттар өзінен өзі жұмыс істемейді. Мысалы, тамаша заң қабылданған, темекіге қарсы күрес деген. Қазір қарап отырсаң, ол заң орындалмайды. Неге? Өйткені ол заң орындалу үшін тек қадағалаушыларға емес, жаппай халық темекіге қарсы болу керек. Сол сияқты қабылданған жаңағы уақыттың төменгі шектеулісі бар ғой, 40 сағат деген. Онда күніне 8 сағат істеу керек. Ал қазір
қазақтың баласы жұмыс істеп жатқан, құрылыста болсын, қайда істеп жатқан, дұрыстап сұрашы, 12 сағат күніне істейді. Және сенбі күні шығады, жексенбі күні шығады. Оғының артық жұмыс деген бұрын мысалы сенбі жексенбіге артық істеген үшін қосымша ақы төленетін, оны төлемейді. Оларды қадағалайтын ешкім жоқ. Ал бұл жерде шетел қалай шықты одан? 18 ғасырдың аяғы 19 ғасырдың басынан тамаша ұйым құрылды. Өте жауынгер ұйым құрылды. Ол кәсіподақ деп аталады. Тред юнион дірдектетеді кез келген кәсіпкерді. Міне осы мақалада тағы бір мәселе қалып қойды. Бізде одан ешкім қорықпайды ғой енді, ешқандай жұмыс беру. Қазір тағы да бір мәселе қалып қойды. Президент былай дейді: осыған дейін 20 жыл бойы біз кәсіпкерді ғана қорғап, кәсіпкерді ғана қолдап, көтермелеп келдік. Ал жұмысшыларға енді бет бұратын уақыт келді деді. Ендеше қазір ол жұмысшының мүддесін қорғайтын өз ұйымы болу керек. Ал бізде баяғы кеңес үкіметінің кезінде Ләппай дейтін коммунистік партияның жаңағы кәсіподақтар болды дейсіз ғой? Қолдаушысы және соның жалшысы болып жүрген кәсіподақ қана қалып отыр. Бізде енді кәсіподақ бүгінде жаңағы өтемақы төлеу және де түрлі жолдама берумен айналысады ғой, өкінішке орай бүгінде. Иә, өкінішке орай. Рамазан мырза, қысқа нұсқа осыған қатысты пікіріңіз. Елбасымыздың халыққа үлкен бір жақсы ой салғаны сөзсіз. Соның ішінде мен айтарым, бірінші кезекте бұл жерде елбасы халықты, жастарды еңбекке баулу, еңбекті құрметтеуге шақырды деп ойлаймын. Бүгінгі біз еңбек адамын сыйламаймыз. Бір салада, бір кәсіпорында 15-20 жыл істеген бір еңбек озатын кім айтып жүр? Қай газет журналдан немесе осы телевизиядан көріп жүрміз? Бүгінгі күнде біздің жастарымыздың құрметтейтіні, бастықтың лауазымын құрметтейді. Қай қызметке барасың? Жаңағы мемлекет басшысы немесе жергілікті басқару сол жұмысты таңдайды. Яғни бізде еңбектен гөрі басшылық культ қайналды. Иә, еңбек культі әзірше жоқ, неғұрлым басшының культі. Содан кейін келесі бізде еңбек, осы мәселеге байланысты бір еңбек мәдениеті, еңбек атқару мәдениеті қалыптасады. Жаңағы біздің қызметкерлер, 10-11 кешін отырған қызметкер, ол бірінші кезекте өзінің басшысын қарайды, қызмет жұмыс отырған. Дұрыс айтылды. Шетелде солай сағат кешкі 6-тан кейін қызметте отырсың ба, демек сенің біліктілігің төмен, атқарған жұмысты атқара алмайсың, айналайын жұмысты босат. Жақын бір 15-20 жылда біз мына еңбек қоғамына жете алмаймыз. Егерде отбасынан, мектептен, жоғары оқырында біз балаларымызға еңбекке баулу, еңбек тәрбиесін үйретпесек. Бізде саяси тәрбие бар, экономикалық тәрбие бар, еңбек ету тәрбиесі жоқ. Қай бала қазір күрек ұстап, жаңағы нағыз еңбектің мән мағынасын түсіп жүр. Ол болмайды екен, жаңағы сіз айтқан идеалды еңбек қоғамына жету. Түсінікті. Енді сауалды арамыздағы қос кәсіпкерге қоятын болсақ. Енді сіздер ешкімнен көмек алмайсыздар. Өздеріңіз үшін жұмыс істеп жүрген азаматсыздар. Өйткені сіздерге тікелей бюджеттен ешқандай қаржылай көмек жоқ былайша айтқан кезінде. Азамат мырза, алғашқы сауал сізге. Айтыңызшы, бұл жерде бүгінгі айтып жатқан нәрселеріміздің барлығы шындыққа жанаса ма? Және де сол еңбек өнімділігі, басқа деген нәрсенің барлығы біздің қазақтарда шынымен жұмыс істеп жатыр ма ол? Жақсы. Мен осы жақында американдық Брайан Трейси деген мына адамның мүмкіндігін зерттейтін үлкен ғалым Алматыға келіп бір сондай үлкен дәріс өткізді. Сол кісі өзінің дәрісінде бір статистикалық бір ақпарат берді. Мына кәсіпкерлік жекеменшік компанияда істейтін бір адамның жұмысын мемлекеттік қызметте істейтін 5 адам теңестіреді екен. 5 адам жұмыспен бірге. Мемлекеттік, мысалы бүгінгі күні біз түсінуіміз керек. Біз жаңа кеңес одағында жоспарлы экономикадан нарық заманына көшіп жатырмыз. Бүгінгі күні біз нарық заманына келе жатқан кезде 70%-дай әлі де біз сол кеңес одағының, кеңес заманының өмірінде жүрміз. Бізде барлық, мысалы, ұлттық компанияларымыз бәрі бүгінгі күні ол мемлекеттік. Мысалы, оның біреусі мен сізге айтайын, біздің теміржол саласында. Теміржол саласында 92 жылы жүк айналымын жаңа көлемін алатын болсақ, бүгінгі жүк айналым көлемінен 2 есе көп болған. Ал енді қараңыз, сол кезде орталық аппаратта істейтін адамның саны 150 адам етін. А бүгінгі күні 15 мың адам жұмыс істейді темір жол саласында. Олар 15 мың адам не істеп отыр? Бір-біріне хат жазып, таңертең 11-ге дейін, 12-ге дейін отырады мысалы. Дұрыс па? Ол өйткені оны қадағалайтын белгілі бір жекеменшік басшылары жоқ. Дұрыс па? А біздің компанияларымызда, жекеменшік компанияларымызда біз өзіміздің жұмыскерлерімізге жұмысты тапсырамыз, оларды талпындыратын әдейілеп, ақшалай жаңағыдай бір стимул қоямыз.
соның арқасында олар өзінің жұмысын жетістікке жеткізіп тез арада бітіріп береді. Енді Азамат мырза, қайтыңызшы осы жерде қызметкерді, қарапайым қатарда қызметкерді көбірек жұмыс істеуге, көбірек өнім шығаруға не ынталандырады? Тек қана жалақы ма? Көбірек жалақы ма? Әлде басқа да факторлар бар ма? Енді бұл жерде айта кету керек. Ең бірінші, енді нарық заманы болғаннан кейін, ең біріншіден бұл жалақы мәселесі, талпындыру мақсатында арналған белгілі бір пайыздық көрсеткіште жаңағы сыйлық беру, және де мысалға біз өзіміздің жаңа команда, өзіміздің мамандарымызбен аптасына бір рет үлкен бір тренингтер өткіземіз. Мысалға біз өзіміздің компаниямыз айтады, мынау біздің бір организм, біз жетістікке жетуіміз керек. Біз мысалға осы бір жылдың ішінде... Жоқ, ол тренинг көмектесе ме? Иә, көмектеседі. Бір жылдың ішінде осы бір лидер компания болуымыз керек. Бір жылдың ішінде біз өзіміздің қаржы айналымызды 2-3 есе көбейтуіміз керек деп. Олар өзінің сол компанияның жанұясының бір мүшесі екенін сезініп, олар барынша жұмыс істейді. Ереке, сізге сауал. Жалпы бүгінде қазақ жалқау деп талай өзіміздің ұлтты өзіміз сынадық. Бірақ 90-шы жылдардан бастап, 2000-шы жылдардан бастап өзінің ісін нөлден бастаған кәсіпкерлерге қарап, ондай сөзді айта алмаймыз, ондай сөзге ауыз бармайды. Өзіңіз сол енді құрылыс саласында жұмыс істеп жүрсіз. Сіздерге бәлкім гастарбайтер де келер, өзіміздің қазақтар да келер. Осы жаңағы қазақ жалқау деген ұғыммен келісесіз бе? Еңбекке қатысты. Келіспеймін. Неге? Неге десек, мысалы құрылыс саласында біз істеп жатырмыз ғой. Ал кейбір шет елімізге бізді қызықпыз. Неліктен Астана елімізде мысалы сол жақ жағалауын біз тез салып бітірдік. Неше жылда, бір 10 жылда ма, неше жылда біз тез салып бітірдік. Оларға да қызық. Айтады, шетелге барсам, олар айтады, сендердің Астана елдерінде анау сол жақ жағалау көретін болсақ тез салып бітірді. Қалай бізде тағы да әдемі көп ғимараттар бар. Соған қарап, негізі жалқау деп, жалқау жұмыскерлерді айтуға болмайды. Неге ол менеджмент деген қазір біз де прогресста жүрміз ғой. О жерде де еңбекте де прогресс жұмыстар бар. О жерде қазір менеджмент бар. Жақсы менеджмент, жақсы жасан, Азамат ағамыз айтқандай тренингтер болады. Тренингтерда біз әр компанияны, мысалы отделдар болады, барлықтарын ұйымдастырғызамыз. О жерде кәдімгі тренинг өтеді. Сон тренингтерда адамдар өз-өздерін ынтасы болады оларда. Қазір біз мысалы Абу-Даби плазада істеп жатырмыз. Сол жер жұмыс. О жерде жұмыс немен саналмайды. Ай сайын, о жерде сағат сайын саналады. Сіз неше сағат істейіңіз, неше сағат істегіңіз келеді, неше сағатқа сізге күшіңіз жетеді. 8 сағат жұмыс істеу керек. Бірақ о жерде қалай? 2 сағат адам кәдімгідей жұмыс істейді, 15 минут демалады, сосын тағы да 2 сағат істейді, тағы да 20 минут о жерде кофе-брейк болады. О жерде адам кофе ішеді, тамағын жейді, тағы да жұмыс істейді. Яғни оның барлығы есептелінеді. Еңбек, мысалы, еңбек қорлары... Оның барлығы еңбек өнімділігіне әсер ете ме? Әсер етеді, О жерде... Ол түсінікті, ол жаңағы менеджерлерге әсер етеді. Ал енді қарапайым енді жаңағы сіздердің жаңағы дәнекерлеушілеріңіз бар, құрылысшыларыңыз бар. Ал олар немен қызықтырасыздар мысалға? Көбірек жұмыс істеуге, мысалға құрылыстан бір кірпішті ұрлап кетпеуге, жаңағы сапалы үй соғуға дегендей мысалға. Оларды да қызықтыру керек қой бір нәрсе? О жерде мысалы агитационный жұмыс жасалады. Біріншіден. Екіншіден, о жерде жұмысқа келер алдында, о жерде кәдімгі адамдармен істейсіз, сөйлесесіз ғой. Кім қандай, ой қандай, жаңа айтып жатсыз гастарбайтерлар дейді. Бірақ гастарбайтерлар қазір бізде енді мүлдем жұмыс істемейді деп айта алмаймыз, бірақ оларды жұмыс еткіздірмейміз. Өйткені олардан пайдасы аз. Қазір біз көбінесе қазағымызды аламыз. Өйткені қалай болса да... О жерде қалады, осыған жаны ашиды дейсіз ғой? Жаны ашиды. О жерде мысалы тұрғын үй салатын болсақ, о жерде айтамыз, мына үйді салып жатырмыз. Сіздер салсаңдар, әке, аналарын, әжелерін тұрғандай қылдырып солай салыңдар деп. Мысалы балабақша салатын болсақ, осы балабақшада біздің ертең біз білмейміз, о жерде балабақшада бір президентіміз болатын шығар деп. Солай мектебіміз... Бәлкім сен балың баратын шығар. Сіздердің де балаларыңыз баратын шығар деп. Сондай ойлармен агитационный жұмыс жасаймыз о жерде. Түсінікті. Рахмет.
Енді өздеріңіз білесіздер, өңірлік даму министрлігінде осы кәсіпкерлерді арнайы қолдауға арнайы комитет құрылды. Бірақ мені қызықтыратын бір нәрсе бар. Осы кәсіпкерлерді жаңағы қолдауға қажет деп айтылғанымен, олардың тексерісі басқасы ол мүлдем басқа әңгіме. Бірақ оларды қолдау неге екені бізде көбіне бір әдіспен жүреді. Оларға арзан кредит береміз дейді, арзан несие деп айтылады, бірақ бәрібірде сол жаңағы екінші дәрежелі банктермен бірге қатар беріледі. Бұдан бөлек пайыздар бірдей деген ғой жаңағы. Бұдан бөлек жалпы бізде басқа да құралдар, инструменттер бар ма? Кәсіпкерлерді қолдайтындай. Біз мысалы сол енді қаржылай қолдау құралдарын алып қарайтын болсақ, арзан несиеден бөлек мысалы субсидия, мысалы тағда гарантия деген бар. Бұдан бөлек мысалы залог жоқ кәсіпкерлерге мысалы бағана кепілдемесін береміз 50%-ға дейін, немесе жұмысын жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлерге 70%-ға шейін жабамыз. Бұдан бөлек жұмысын жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлерге 3 миллион теңгелік грант береміз. Грант деген ол қайтарымсыз ақша, бірақ та ол грантты олар мысалы әрине арнайы бір комиссияның алдында келіп, мысалы өздерінің жобасын сонда ұсынып, соны қорғап шығу керек. Бұдан бөлек біз жаңадан ісін бастап, содан кейін жаңа өндіріс салып жатқан кәсіпкерлерге сол тіпті светін, газын бәрін жеткізіп береміз сол өндіріске дейін. Оның барлығы мемлекет есебіне тегін жүргізіледі. Бұдан бөлек әрине біз тек қана қаржылай жағынан емес, қаржылай емес деген қолдау бар. Қаржылай емес деген қолдау мысалы біздің кәсіпкерлерімізді атап өтіп отыр. Өте маңызды, негізі адамды кәсіпкерлікке тарту үшін оның біліктілігін көтеру керек екен. Ал біліктілігін көтеру дегеніміз не? Ол мысалы көптеген адамдар бар, мысалы істің бастағым келеді, маған ақша берсем болды дейді. Бірақ та олар біз былай курстар, тренингтер дейсіз ғой. Былай үгіттейміз, ең бірінші сіздер бірінші жол дейміз, барып бізде арнайы бүкіл барлық жерлерде біз кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталықтарын ашып отырмыз. Сонда барып өздеріңізге тиісті ақыл кеңес алып алыңыздар. Бірінші қандай бағыттар бар, қандай бағдарламалар сол бойынша. Екіншісі оқыту бағдарламалары. Оқыту бағдарламалар ішінде бизнес кеңесші деген бағдарламалар, мысалы кәсібін жаңа ашам деген кісілерге. Бұдан бөлек мысалы жұмыспен қамту бағдарламасының ішінде де оқыту бағдарламалар бар. Сол арқылы оқып білім алу керек. Үшінші жолы мысалы бағандай бизнес жоспарын жасап, содан кейін бизнес жоспарын жасағаннан кейін біздің бағдарламаларға келіп. Бақытжан мырза, түсінікті. Енді сол мемлекет тарапынан оның барлығына үлкен қаражат бөлініп жатыр. Дұрыс па? Енді олардың бәрі қайтып жатыр ма? Қайтып жатыр. Қаражатты бүйтіп алып қарайтын болсақ, бүгінгі таңда мысалы біз осы бизнестің жол картасы бағдарламасы аясында барлық бөлінген қаражаттың мөлшері 130 миллиард теңгедей ақша. Оның мысалы 60 миллиард теңгесі. Ол бір жылдық? Жоқ, осы 4 жыл бойы. 4 жыл бойы. Сол енді 130 миллиард теңгенің мысалы бүгінгі таңда 60 миллиард теңгесі салық ретінде қайтарылды. Бұдан бөлек атап өтетін нәрсе, осы 130 миллиард теңгенің арқасында біз мысалы 34 мыңнан астам кәсіпкерді қамтып отырмыз. Яғни 34 мың кәсіпкер, бұдан бөлек әрине әрқайсысы тағы да жұмыс орындарын ашып отыр. Жұмыс орындарын алып келетін болсақ, 170 мыңдай жұмыс орындарын сақтап, бұдан бөлек тағы 58 мың жаңа жұмыс орындарын ашып отырмыз. Енді жаңа айтып кеткен арзан несиеге келетін болсақ, бізде бір таңғалатын дүние бар. Үкіметтен кез келген жаңағы даму қорына, басқа да Қазагроға жаңағы кәсіпкерлерді қолдау ретінде 0,1% пайызбен несие беріледі. Олар өздерінің жаңағы оның астында үлкен бір акционерлік қоғамдар бар. Оларға жаңағы 3%-бен береді. Олар келеді жаңағы банктерге береді. Банктерге 5-6%-бен береді. 5-6%-бен барған кезінде, ал банктер олар да өзінің пайдасын көріп қалу керек қой. Олар 5-6% алады да 8-9-10%-бен біздің кәсіпкерлерге береді. Былай қарасаңыз, басында жоспарланған кезінде өте арзан несиемен арзан кәсіпкерлерге берілу керек еді. Ал бірақ шын мәнінде 10%-ға дейін 9%-ға кетіп қалып жатыр. Осы жағдайды қалай өзгертуге болады? Өзгертетін жолдар бар. Оны мысалы қазіргі таңда осы жұмыспен қамту бағдарламасы аясында, немесе Қазагро ұлттық компаниясының мысалы бағдарламаларының аясында кәсіпкерлерге ең соңғы ставкасы 7% бойынша, 6% бойынша да шағын несиелер беріліп жатыр. Оған әрине қол жетілді. Бірақ та бағанандай мысалы 10-11% бойынша несиелер ол кезінде берілген. Кезінде себебі мысалы біздің банктердің шетелден мысалы қаржы алуға мүмкіндік болмай қалды. Осы мысалы дағдарыс себебінен 2008 жылдар. Сол кезде әрине мемлекет ол банктерге ақша салып, банктер әрине үстемесін қосып, сөйтіп ең аяғында мысалы олар 12%-ға шейін жетіп жатады. Кәсіпкерліктің дамуы үшін ондай пайызбен беру 10%, ол өте негізі тиімсіз. Мысалы айтайық, Европа, Америкада кәсіпкерлерге 2%, 1%-ге береді, 1%-ға береді. Иә. Өйткені
ол кейін салықпен қайтады ғой мемлекетке, дұрыс па? Сондықтан бұл өте тиімсіз. Бүгін күні осы пайызды төмендетпесе, ол кәсіпкерлерге көмек болмайды. Bir күні шыны керек кәсіпкерлер табатын бір жылдық пайдасы 12-13% пайда түсіреді. Таза пайда түсіреді. Оны салыққа, оны пайызбен төлейтін болса, онда өзіне қалмайды ғой пайда. 2010 жылы жаңағы ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылды. Осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы құрылу себебі идеологиясы сол кәсіпкерлер арқылы кәсіпкерлерге жаңағы кредиттер беру. Бүгін күні мысалы біздің шенеуніктер арқылы кәсіпкерлікке пайда беретін инвестиция. Олар шенеуніктер кәсіпкерлердің сезімін түсінбейді олар. Қалай кәсіпті ашу керек? Оған қанша ақша керек? Олар ойлайды жаңағы пайданы түсіріп жатыр бұлар. Бәрі жаңағы мықты коммерсанттар деп ойлайды. Ал ол кәсіпкер күндіз-түні жұмыс істеп, бір тәулікте 18 сағат жұмыс істейді. Солай ақша табады. Сондықтан бұл жерде ұлттық кәсіпкерлер палатасы қазір осы белгілі инвестиция, белгілі пайызбен кредит беруді өзінің қолына алу керек. Солар арқылы мықты кәсіпкерлер тауып, соларды қаржыландыру керек. Рахмет. Банктерді аластату керек. Менің естуімше, бұл белгілі бір банк былтырғы жылдары Қазақстанға 1,15%-бен пәленбай миллиард теңге әкеліп, соны қарап отырсам, біз сияқты қарапайым кісілерге, мекемелерге 18-19-20%-бен келген. Қарадан қарап отырып, сол банктар 15-18%, 17% пайда көріп отыр. Банктерді аластату керек. Жаңа замандасың айтқан дұрыс. Ақша бар ма? Өздерің енді бізде өкінішке орай мемлекеттік банк жоқ қой енді. Яғни Қазақстан даму банкасы бар, ол тек қана ірі жобалармен айналысады. Ал енді қарастырып отырған мақаламыз бар ғой. Иә. Соның басында кіріспе сөзінде президент былай дейді: виртуалды қаржы жүйесінде бүкіл байлық жинақталған. Сол жерде байлық айналады, ал олар шынайы сектор экономикаға ешбір дұрыс оң әсерін жасамайды деп. Сондықтан да бұл жерде егерде дүниесін қарайтын болсақ, мынау алдын қатарлы елдерді, мысалы Германияның өзін алсақ, бұнда барлық қаржы жүйесі шынайы секторге бағынады. Ал бізде әуелден керісінше бізде қаржы жүйесіне барлығы бағынады. Міне осыны бізде төңкеру керек, аяғынан қою керек. Біз басынан түрегеп тұрмыз. Біз мына жерде келген себебіміз еңбекке жұмылдыру халқымызды да. Осы жерде ойлана отырып біз түсіндік, еңбекке жұмылдыру үшін бізге кәсіпкерлер керек екен, кәсіпорындар керек екен. Ол мемлекетте істегенде оның белгілі бір салыстырмалы түрде айырмашылықтары бар. Сондықтан кәсіпкерлікті қалай дамытамыз деген мәселені қозғап отырмыз ғой. Басты мәселе. Кәсіпкерлікті дамытуымыз үшін ең бірінші кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасамайтын кедергілерді жойымыз керек. Ол қандай кедергілер бар бүгінгі күні? Мысалға осы жақында бір кісі өзінің бірінші этаждағы магазин дүкен жасау үшін, дүкен жасау үшін қазір бір жылдай күту керек екен, рұқсат қағазын алу үшін. Ол өте үлкен кедергі. Ол бір айтқан бюрократия дейсіз ғой. Иә. Мысалға екінші үлкен ол проблема. Мысалға, бүгін күні мамандар жетіспейді. Мысалға, бізде реальный сектор бизнеста мамандар жетіспейді. Мысалға, мен өз басымда, мен Жамбыл облысында бір завод аштым. Завод. Сол заводты ашып жаңағы жұмыс істеткізейін десем, инженерлер жоқ. Бір Жамбыл облысында инженер таба алмаймын. Содан кейін мен бардым да жаңағы Бішкектен, Алматыдан әкелдік мамандарды. Енді Жамбылда бұрын фосфор заводы болды, басқа да басқа. Олар қайда кетті? Жоқ, мен сізге айтайын, енді біздің кеңес одағында жоспарлы экономикада істеген мамандардың бәрі ол бүгін күні қазір қартайды, пенсияда көшіп кетті бәрі. Ал қазір жаңа буын керек қой. Ал енді біз жаңа буында жаңа өндірістер ашуымыз керек. Жаңа айтып отырмыз, кәсіпті дамыту үшін ең бірінші кәсіпкердің істеген өнімін сата білуіміз керек. Ең бірінші халқымызды еңбекке жұмылдыруымыз үшін кәсіпкерлікті дамытуымыз керек. Рахмет. Қожайындар дайындауымыз керек. Асхат мырза, осы жерде бір сауал туындайды. Жаңағы Ерлан мырза жақсы бір мәселені көтерді. Ол менеджмент бүгінгі күнде. Жапонияның енді менеджментіне қарасақ, бір отбасы деген жаңағы менеджменттер бар ғой енді. Мәселен, дағдарыс болды. Дағдарыста президенттен бастап соңғы жаңағы еден жуушына дейінгі барлығының қызметкердің жалақысын қысқартты, бірақ ешкім жұмыстан шыққан жоқ.
бәрі жаңа кішірейтіп қалды, бірақ ары қарай жұмыс жасай берді. General Motors басқалар, мәселен, жаңа Peugeot, Opel, Еуропадағы, Америкадағы, олар 10 мыңнан өзінің қызметкерін шығара бастады. Біздің елімізде де енді амалдап бүйтіп әйтеуір шахтерларды, ArcelorMittal қанша жауып қаламыз деген кезінде әкімдер жүгірді, министрлік жүгірді, үкімет басшысының өзі де араласты. Амалдап жұмыс орындарын сақтап қалды. Яғни бізде әлде болса нарық заманына қатысты керек менеджмент бізде жасалып шықпаған екен. Қазақстанның жағдайына енгізілген. Осыны жасап шығу үшін не істеу қажет деп ойлайсыздар? Енді біріншіден біз мынаны ескеруіміз керек. Біздер жас мемлекетпіз, осы еңбек нарығын жаңа ғана қалыптастырып келе жатқан мемлекетпіз. Бұл арада бірден бір үкіметтің де бірден басты міндеті бұл еңбек нарығын дұрыс ұйымдастыра білуіміз керек. Ол кәсіпкерлік саласында да болсын. Жаңа сіз айтқандай, кеше президентіміздің өзіміз айтты. Қазір бір кәсіпкерліктің жаңа атадан мұраға, әкеден балаға беретін сондай кәсіпкерліктің түрлерін біздер дамытуымыз керек. Мысалы, жеңіл өнеркәсібін ашуымыз керек па? Тот же костюм, галстук, көйлек шығару үшін біздер соған субсидияны беруіміз керек. Және сол субсидия да беруіміз керек, жаңағы салықтық послабление де беруіміз керек, налоговый. Оларға жаңа инфраструктурасында барлығында мемлекет осы кәсіпкерліктің жаңағыда осы саласын жетілдіруіміз керек. Ол тек қана мысалы жеңіл өнеркәсібін алып отырық. Мысалы жеңіл өнеркәсібін біздің Қазақстанда даму үшін осындай жаңағыдай үкімет тарапынан қолдауды біз көп көрсетуіміз керек. Және оны ашық, анық, сосын халыққа доступны қылып беруіміз керек. Талғат мырза, бұл жерде мынандай бір мәселе туындайды. Сол дағдарыс әрбір елдің кемшілігін көрсетіп кетті. Сол Еуропада ең көп демалатын елдердің бірі жаңағыдай сол испандықтар болып шықты. Күніне жаңағы мәселен біздер 1 сағат қана түскі тамаққа алатын болса, мысалы 1,5 сағат, олар 4 сағатқа дейін сиеста деп кетіп қалатын болған. Енді біздің елді алайық мысалға. Біздің елде 12 мереке бар. Шын мәнінде 16 күн демалады екенбіз. Оған әр адамның 30 күндік еңбек демалысы бар. Яғни заңды түрде әрбір қызметкер 46 күн демалады. 52 аптаның сенбі жексенбісі бар. Ол 104 күн. Барлығын қосқан күнде орташа қазақстандық бір жұмысшы 150 күн демалады екен. 365 күннің ішінде 150 күн. Еңбек стандарттары бойынша бұл көп емес па? Себебі енді корейлік азаматтар, қызметкерлер мәселен, біз 30 күн еңбек демалысына шықса, біз мәселен, олар 4-5 күн ғана шығады екен. Қалай ойлайсыз? Стандарт бойынша 150 күн көп емес па? Соны бізде қазір ұлттық кәсіпкерлер палатасына біз ойымыз бар. Хат жазу. Осы мәселені бұлай бір кішкене демалыстарды азайту мәселесін. Бұл жерде демалыстар болса, оны кәдімгідей тоқтату, кім демалысы келеді, демала берсін, а кім жұмыс істегісі келеді, жұмыс істей берсін. Солай жасаса хотя бы. Солай жасаса ол жақсы. Бірақ ұлттық мерекелер бар, ол барлығына қатысты болып кетеді ғой, мемлекеттік мерекелер, иә. Ол кезде не істейді мысалға кәсіпкерлер? Иә, келісемін сіздерге. Сіздер көбірек жұмыс істегілеріңіз келеді, және де көбірек пайда тапқыларыңыз келеді. Иә, оны кезде істейсіз. Мысалы, былай бар ғой. Былай бар. Біз мысалы кәсіпкерлер бізде енді жұмыс ол болады енді. Бірақ жұмыскерлердің өздері жұмыс істегісі келеді. Олар да бізді тоқтатпаңызшы, біз жауып кетіңіз, бізді мысалы бір мектепте жұмыс істеп жүрсе, біз жауып кетіңіз, біз өзіміз ақырын істей береміз дейді. Оны естіп басқа жұмыскерлер айтады, бізді сөйтіңізші деп, бізге не істейміз? Жалақ тоқтамасын. Жалақ тоқтамасын, иә. Ол айтады, біз үйге барып не істейміз, жатып дейді. 5 күн бойы не істейміз? Иә, 5 күн бойы не істейміз дейді. Одан кейін істеп келе жатқан жұмыс талабы белгілі демалыстан кейін ұмытылып қалады ғой. Ол қайтан жаңа бастау керек. Ынтасы. Мысалы, 4 күн демалса, ол белгілі жаңағы жұмыс істей алатын әдістерін ұмытып қалады. Оны қайтан үйретеміз. Соны бізге ол өте тиімсіз кәсіпкерлер үшін. Соншама. Асхат мырза, енді бұны заң шығарушы ретінде реттеуге болады ма? Заңдық тұрғыда? Заңды тұрғыда ол мемлекеттік мерекелер болып есептелген жерде оған адам демалу керек. Ол жеке кәсіпорын болсын, басқасы олда демалыс болған жерде мемлекеттік ол демалуға құқылы. Бірақ бұл жерде жеке кәсіпкерлер өздері реттейді. Неге десеңіздер, жаңағы мереке күні жұмысқа шығаратын болса, өздерінің жұмысшыларын соответственно олардың жаңағыдай еңбек инспекциясыз жаңағы айыппұл салады ғой.
тыйым салынған бізге заң жүзінде? Жоқ, бұл жерде тек қана тыйым салуға, burada трудовой соглашение, трудовой контракттар да болады. Егерде мереке күні жұмыс жасалатын болса, осында 2 есе, 3 есе жалақылар төленеді деген сияқты трудовой контракттарында сондай соглашение болса, бұлардың кәсіпкерлерге тыйымсыз ғой, 2 есе, 3 есе төлеу. Енді 2 есе, 3 есе болғанмен қазіргі уақытта мысалы бізде осындай мемлекеттік жаңағыдай артық күндер деп атайтындар, мен қазір осыны мына мемлекеттік мынандай мерекелерді алып тастау керек деген, мен мысалы ешқандай да мерекені көріп отырған жоқпын. Шыны керек. Мерекелер болуға тиісті. Неге десеңіздер, бұл арада біз мемлекетпіз ғой. Халықтың өзінің тойлайтын, мысалы, Наурыз мерекесін қалай алып тастайсыз сіз? Ал мынау көптен қалыптасып келе жатырған жаңа жыл мерекесін осы бізге қазақ салт дәстүріне тәнті болмаса да оны қалай алып тастайсыз? Неге десең бұл қалыптасып қалды. Осындай мереке күндері еңбектің производительностіне, жаңа өнімділігіне осындай кесел келтіреді деп научно доказать ететін болса, конечно, мереке күндерін жайлап қысқартуға болады. Мысалы, біздер жаңа суббота күнді, воскресенье күні түсетін болса, біз ары қарай 2 күнді қосып беріп жатыр. Міне осындай кезде оны реттеуге мен болады деп есептеймін. Егер де действительно біздің өнімділігінде кесел келтіретін болса. Жаңағы жексенбі, сенбі күндеріне келіп қалатын болса, дүйсенбі күні барлығы бірдей қосымша демалыс күн деген еш нәрсе жоқ екен. Енді еңбек министрлігі осы мәселені реттей ала ма? Қалай ойлайсыз? Шынында кәсіпкерлер кәдімгі шығын көріп жатырмыз дейді. Жоқ, реттелгенде бұл жердің барлығы реттелген. Қалай? Қайтадан заң бойынша негізі бұлардың бәрі реттелген. Оның бәрін айтып отырайын дегенім, ең алдымен кәсіпкер болсын, кім болатын болсын, бағана өзіңіз айтқан сияқты, негізі оның кәдімгі 1 жылдық жұмыс күні 200 күннен аспайтын болатын болса, ол сол жылдық жоспарын именно сол мәселеге жоспарлау керек қой. Біз ана кезінде айтамыз. Яғни жұмыс берушінің менеджменттің өзіне байланысты. Иә, өзіне байланысты. Неге десең, біз енді міне бүгін отырып, өздеріңіз кінәлі екенсіздер ғой. Жоқ, бүгін отырып, желтоқсанда отырып, ертең қаңтарда міне осындай мейрам болады деп, ешқашан біз ондай нетпейміз. Егер болатын болса, кем дегенде 1 жыл бұрын ескертіледі. Иә, 1 жыл бұрын ескертіледі. Сонымен құрметті қонақтар, бағдарламамызды қорытындыласақ. Соңғы тоқтар бір сауалымыз бар. Не десек те, бұл елдің дамуы, экономикасы, ол осы қазаққа келешекте тікелей байланысты болады. Ендеше, осы бір қазақты өзі еңбекке ұмтылатындай, ешкім түртпесе де, өзі ұмтылатындай ұлтқа айналдыру үшін, еңбекқор ұлтқа айналдыру үшін не істеу қажет деп ойлайсыздар? Қысқа нұсқа. Қалада институтта оқыған адамдар қалада қалмай ауылға барып, ауылда да нелер жұмыс істесін, потому что бізде не аз, маман аз. Ауылда жұмыс болса, олар қайда барады? Табу керек, жұмыс істеу керек. Мысалы, маман болса, басы жақсы істеп тұрса, мысалы, ауылдан келіп қалада мысалы институт бітірді. Содан кейін енді қайттан кішкене ауылда 1-5 жыл, елді 2 жыл жұмыс істеп, содан кейін қалаға келетін болса, ол кішкене үлесін қосып, кішкене ауылды кішкене көтереді ғой. Тәжірибесі де болады дейсіз ғой. Иә. Рахмет. Менің ойымша, мына еңбекке жұмылдыру үшін халықты біз жекеменшік кәсіпорындарымызды көбейтуіміз керек. Жекеменшік кәсіпкерлер бізге өте керек. Ал мына енді біз тез арада осы нарық заманның нарық менеджментіне көшуіміз керек бәріміз. Сол менің ойымша жетістікке әкеледі. Рахмет. Енді соңғы дағдарыс көрсеткендей, осы дағдарыстан ең аз шығын көрген ол шағын және орта бизнес екен. Еуропада да, ақш-та да. Меніңше, еңбек өз дәрежесіне көтерілу үшін біздің Қазақстанда құқықтық заңға негізделген әділетті еңбек қатынастарын қалыптастыру керек. Еңбек қоғамына жететін амалдардың үшеуін айтайын. Біріншісі, еңбекпен тәрбиелеу, еңбекке баулу, еңбек ету үйрету. Екінші, жастардың болашақта қандай кәсіп атқаратын қасиет қабілетіне сай мамандық таңдау, сол жолды бастау. Біздің атам қазақ ешқашанда еріншек болмаған. Біздің атам қазақ бұрыннан еңбекке жастайынан ат үстінде тәрбиеленіп өскенбіз біздер. Күннің ыстығында, желдің суында мыңдаған жылқыны бағып, қойды бағып, соның жүгін өңдеп деген сияқты біздерде бұрыннан еңбекке баулынған қазақпыз біздер. Ал қазіргі мынау қоғамда біздер қалыптастыруымыз керек. Мынау кәсіпкерлікке мысалға. Сол кәсіпкерлікке деген біз қоғамымыздың, халқымыздың, мына жастарымыздың жаңа ойын, пікірін, талпынысын қалыптастыра білуіміз керек деп мен ойлаймын.
өзіне өзін қамтамасыз ету үшін. Осы қазіргі мына кәсіпкер жігіттер айтып отыр. Қазіргі мына жұмысшылардың барлығы бірдеңке болса, өздерінің заңдарын білет, ертесіне ереуілге шығады деп. Мен де айтайын дегенім, бұл енді елдер сол ереуілге шығып, сондай талап қойғаны, ол мына еңбек қатынасы жөніндегі кішкене сана сезімі көтерілгені. Сондықтан мен айтайын дегенім, бағана да айттым, ана баланы жастан дейді ғой қазақтар. Сол сияқты, сол міне осы жерде отырған бәріміз әке шешеміз. Сол өзіміздің бауырларымызды, балаларымызды, олар қалғандарын, сол кішкентайына мектептен, барлық жерден, сол еңбек қатынастарында тек қана міндеттерін ғана білмей, өздерінің құқықтарын да білсе екен деп ойлаймын. Дұрыс, келісеміз. Кеңес кезеңіндегі қанша істесең де сол бір жалақы деген түсінік қазақтың еңбекқорлығына тұсау болды. Ал бірақ қазіргі нарық заманы кім көбірек тер төксе, оның берекесі артатынын көрсетті. Оған арамыздағы талай кәсіпкердің өмір тәжірибесі дәлел. Ал алма піс аузыма түстейтін кезең де артта қалды. Бәлкім осы үшін де атам қазақ кезінде еңбектің нан тәтті, жалқаудың жан тәтті деп бекер айтпасы керек. Бұл бүгінгі біздің түйін. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.